Ay балам, мен сені түсінемін. Мұндай жағдай менің де басымнан өткен. Сол кезде әкем марқұм көмектесіп еді. Қалай? Енді менен кейінгі інімді үйлендірді да бізді бөлек шығарып жіберді. Енді сенің інің жоқ. Менің саған көмегім тек ақыл айтам. Бұл әйел дегендерің тура қисық қабырғадан жаратылған ғой. Бұларды түзету деген мүмкін емес. Сондықтан ақырын айламен жеңу керек қой. Айтып отырмын ғой, келе салатын кісісің ғой. Тамақ деген өте дәмді болған. Сен не? Тамақ ішпей мен құртам деп жүрсің ба? Ішпесең ішпей ақ қой. Маған десең өмір бойы тамақты көрмей кетпейсің сен неге? Шаршадым мен, тұрмайым сендермен. Кетем мен үйден. Кетсін бар, кім ұстап тұр екен бұл үйде сені? Бар, жоғал! Кетем! Қайда алып бара жатсың ананы, таста! Менің затым, менің приставым, сатам, ішімдікке салынам, көше кезем, тұрбалардың арасында ұйықтаймын мен, кетем! Тайлар, тоқта, ақмақтыға салынба, Сатпа приставтыны! Сен оқыған тоқыған адамсың ғой? Мұны айтып тұрған ақмақтық, ашумен айтып тұрсың ғой, Сатпа приставтыны. Ой, папа, ешкім еш нәрсені сатайын деп жатқан жоқ. Өзіңіз ғой бір айла керек деген. Мынауың айла ма? Шешеңді ішімдікпен далада қонам деп қорқытсам, мен қорқытатын едім ғой. Сен университет бітірген адамсың ғой? Не оқытады сендерге университетте? Бүгін Майра мен апамның бұрынғы ұрысқандарын есіме түсірдім. Бір күні Майра сәбізсіз батыстағыдай ет дайындаған ғой. Апам кеп айқайлап, ойбай-ау, сәбізсіз қалай ет жейміз деп. Сәбізсіз ет жеуге болады екен ғой. Сондай кездері әкем марқұм Майраны жұбатып, еркелетіп, тәттілер әкеп беретін. Тайлақ жоқ па еді? Білмеймін, папа үйде болу керек. Іздеп келейін ба? Жоқ. Ондай келін, ол мамаң аяқ асты бір ашуланып кететін әдеті бар осындай. Бәрімізге бір айқайлап алады. Сен оған көп мән берме. Бірақ таңертеңгі ұрысқанын кешке ұмытып кетеді ол. Мінезі жұмсақ. Оны көңіліңе жақын алма. Айтпақшы мынау, сендерге әкелдім. Бүгінгі балғын. Рахмет, папа. Жарайды. Ата болу да оңай емес екен негізі. Осы сөздердің өзін әрең айтып отырмын. Не ты первая и не ты последняя. Да, я слышала про его романы с молоденькими актрисами, но я верила, что у нас все будет по-другому, и он на мне остановится. Скажите, можно как-то с меня снять это магическое воздействие? Жындыма мына адам құшақтама мені. Неге келдің, кетем деп жатыр едің ғой? Играть и репетировать. Мама, өзі ренжіп қалған маған. Бар кет деймін, әйеліңе бар. Енді маманың орны бөлек қой. Әйел ол әйел. Папа ол папа. Ал мама ол мама ғой. Как яблоко сохнуть будет. Так он за зло ответит. Мама, есіңізде ма, баяғыда тізеңіздің алдында жатып ұйықтап қалатын едім ғой. Сіз мені еркелетіп, ертек айтып беретінсіз. Кеше ғана сияқты еді. Көрмейсің ба, уақыт шіркін зымырап өтіп бара жатыр. Қазір тіземе денең түгіл басында сыймайды. Балалардың тіптен қалай өсіп кеткенде білмей қалдық қой. Мама, мүмкін сіз ашылудың кешірім сұрай саласыз?
кет бар. Бассейн ағын өте сызылып отыр десем, саған шешетек осындай ақтай керек екен ғой, а? Бар кет бөлмеден. Хуй, аферист. Мама енді... Не, мама? Бар кет жоғал, кет дедім ғой мен бөлмеден. Қазір әйелің екеуіңді қосып бір қуып шыға бедер мен. Түсінбейсіздер мен, өмір. Кет! Хуй, азғын. Не знаю. Наказание тому, кто получит это. Мам, сізбен сөйлесейін деп едім. Менімен сөйлесетін уақыт бітті. Бүгіндікке бәрің менімен сөйлескіш болып қалсыңдар. Сөйлескім келмей шаршадым. Мам, сіздің таңертең істегеніңіз дұрыс болған жоқ қой? Негізі адам қатты сасқалақтаған кезде не айтып не қойғанын өзі білмей қалады екен. Қара бұның. Беті бүлкетпей енесіне келіп кешірім сұра дейді. Қателігімді бетіме басады. Сен қайдан шыққан кереметсің? Сен кім деп жүрсің мені? Бар кетіне құрындар. Тайлақ? Ойбай. Әй балам, тайлақ. Ақыл түбіне жетті. Айттым мен сендерге, қойыңдар деп. Не болып қалды Тайлақ? Қойбап, қақсап, ақыры. Аудар енді. Мам! Сенің кесірің бәрі осы. Тайлақ? Мам, мен сол кейін... Әкел бар суды. Осы ақ құртып болды осы. Залға жатқызам мені. Көтерсеш. Ей тайлақ балам. Осында жата тұрсын. Тайлақ ойбай, баламды құттау мынау, а? Сол келдім. Тайлақ. Арманыңа жеттің ба? Мам! Тұра тұр. Ей балам, тайлақ. Қалай, жақсысың ба? Талып жатыр ғой адам. Жақсысың ба емес, көріп тұрсың ғой жағдай. Мен давление өлшейтін алып келейінші. Алып кел. Тайлақ. Ойбай. Қайсысы мына қабаттасы бала талып атқан кезде? Ей тайлақ балам. Сен екенсің ғой. Саламатсыз. Қабыл болсын. Жарайды, бара бер. Дұрыс па? Бара бер деймін. Қысым қалай екен? Давлениесі ойдағыдай. Білмеймін, бірақ не болған. Әй, осы бала уайымнан бар ғой. Ана давлениесі көтеріп бірден резко түсіп кетуі де мүмкін ғой. Ондай болады, я. Тайлақ. Тайлақ? Құдайға шүкір. Мама, Ау, маған не болды? не болушы еді? Ан жақта сөйлесіп жатыр еді, көрсетіп құладың, шошып кеттің. Ай, мен де ақымақпын, баламды ауыртып. Кейде өзімді түсінбей қалам. Сол ең басындағы кешірім сұрай салу керек еді. Ама... Тұр, залға жатсаңшы бала. Тұр, шаш. Көтер шанашты. Пап. Абайла. Ой, байқа. Ай, мына бала тамақ ішті ма, таң атқалы? Аштықтан да құлауы мүмкін ғой. Онда мен барып тезірек тамақ істей берейінші, мама. Қызым, тұра тұр, көмектесейін мен саған. Осы әйелдерді бар ғой, түсінбейсің. Айсылжан, айта бер. Жоқ, сіз айта беріңіз. Айта бер деймін. Мам, таңертеңгі қылығым үшін кешірім сұраймын. Негізі менікі дұрыс болған жоқ. Айсылжан, керісінше мен сенен кешірім сұрау керекпін. Ой бала, ай масқара, бір ақыман үшін мен саған ойдай әңгіме айтыппын ғой. Соңғы кезде маман қартаяйын деген бе көп сөйлейтін болыпты. Өзімді түсінбей жүрмін. Жаным, келші. Жаным, ренжіп қалған жоқсың ба? Мамасының жаны ғой, жаны. Ай, Тайлақ. Сеніп қалдыңыз ба? Не? Қатырасың есенде. Сеніп қалдың ба? Маған неге айтпайсың? Айтатын уақыт болмады, аяқ астынан келді ойыма. Жай, естіп қойды. Саған бар ғой, мынау әртістік мамаңнан келген. Мал дәрігері емес, анау әртістің оқуына бару керек еді саған. Тайлақ. Қалайсың балам, жақсысың ба? Тамақ ішесің ба? Қандай тамақ ішесің? Айтшы. Айтсайшы. Манты. Манты? Құдай жаным. Айсылай, манты дайдап кел. Мына ауырақат екен ғой. Не ішем дейсің алдыңда? Келесі жолы шатын болса, мен де талып қыламын. Футболдан бір партия? Кет. Сен онда дайындай бер.
Мен шетін бірдеме алып келейін. Ой, отыра беріңіз, мен алып келемін. Ой! Науқас адам тұруға болмайды. Ай, тайлағай.